Айналайын. Айналайын сөзі 4 сөзден құралған. Ай, айна, айнал және алайын. Әрқайсының мағынасына келсек, ай сияқты айналу, айна мен ай сияқты шағылыстыру және айна сияқты қарсы ауысу. Қыстың күні соғым сойғаннан кейін қазыны, шекті, қартаны айналдырамыз. Ол дегеніміз ішін сыртына, сыртын ішіне айналдыру деген сөз. Асыл адам айнымас дейді. Яғни жақсы адам өзгермейді деген сөз. Атасынан айнымай қалыпты деп, атасына ұқсағанын, өзгермегенін айтамыз. Жүрегім айнып тұр деп, іштегіні сыртқа қысып тастаймыз. Айнытпай сомдайды деп, өзгертпей дәл келтіргенді айтамыз. Адамды айналма, үйді айналма деп балаға тыйым салып жатады. Өйткені айналу деген табиғаттағы қиын іспетті тартылыс күші, сору күші пайда болады. Кез келген айналған дененің айналасында торсиондық өріс туындайды. Сондықтан да болар ертеде үлкен адамдар бала ауырғанда айналып, сенің ауруыңды мен алайын деп айналып жүріп ауыстырып алған. Табиғатта айналымның түрлері көп. Соның бірі су буға айналады, өлі дене топыраққа айналады деген сияқты. Көзге көрінбейтін психикалық айналымның түрлері де болады. Мысалы, ол ер адамның айналымы сағат тілімен бағыттас оңға бағытталса, әйел адамның айналымы солға сағат тіліне қарсы бағытталады.